Мамыр айының алғашқы 10 күндігінде киіктер төлдей бастайды. Ауа райы бұзылып, күшті жел тұрып, жауын-шашынды болып әжептәуір салқындайды. Осы сәйкестікті көнеден аталарымыз құралайдың салқыны деген. Дәл осы мезгілде қасқырдың ет жемеуі, жас төлді жыртқыш құстан сақтайтын түйе табанының көтерілуі, жас төлдің тынысын ашар желдің соғуы, жас төлдің уызға тойып тоңақтауынан бұлғанған құйрық жағын тазалап, қар аралас жауын-шашынның жауы жас төлді тез ширатады. Бір ерекшелігі, киік қанша көп болса да олар 2 күн ішінде түгелдей төлдеп үлгереді екен. Жаңа туған лақ 2-ақ сағатта аяққа тұрып енесіне ере алады. Киік төлдеген суық кезде итке құмар дала жыртқышының тістері қақсап, тәбеті қашып, жақындай алмайды деседі. Тек құралай аяғына тұрып енесіне еріп жүре алатын шақта ғана жыртқыш аңдардың тәбеті